общем, тамақ істеуге ерінсеңіздер, тез істейтін. Кішкене май құямыз, өйткені тушенкада май бар. Көп қажет жоқ. Мына жерге мына су қайнап жатыр, қазанда не? Макарон. Қазір пияз қуырамыз. Мынау жуа, осыны қуырып аламыз жақсылап. Әдемілеп қызартып қуырып аламыз. Сосын барып, бір сабызды кесіп, бұлап кетті ма қазір? Жоқ, бір сабызды кесіп, теркадан өткізіп саламыз. Сосын барып, соя, сондай салсаңыздар болады. Приправаларыңыз қалаған өздеріңіз. Зелень, пелень, анау-мынау. Укроп саламын мен кішкене. Сөйтіп барып, не істейміз андай. Су құйып, сосын көрсетемін ғой дальше ары қарай. Міне теркадан сәбізді өткіздім. Майда жағымен істедім, себебі деген майда жағымен істедім, себебі тез піссін дедім. Мен мына газ телефонды өшіріп араластырып алайын, себебі бір қолмен ыңғайсыз екен штатив қоюға. Ерініп тұрмын. Қызым мәме деп жылап тұр. Міне сәбіз салдым, қандай әдемі светі болды. Енді бұның үстінен не қосамын? Соя, помидор саламын, томат саламын азғантай, свежий помидор саламын, кішкене азғантай. Сосын барып соя құям, кішкене уксус құям, сонымен приправаларын салам. Сосын көрсетемін. Макаронымды сүзіп қойдым, суға салып қойдым. Анау су құйып қайнатып жатырмын қазір. Бұрқырап қайнап жатыр, енді қазір тұзын көрем, приправаларын көрем, в общем, салып. Содан кейін макарон салам ғой, в общем. Пістау деген кезде, хотя ет дайын ғой. Сәбізім теркадан өткізген, ол да дайын. Пияз ол не, тез піседі. Болды, осылай тез жылдан болатын тамақ. Қазір қандай дайын болды, көрсетем ғой. Қандай тамақ болды ақырында. Мен, короче, бар ғой, баяғыда тамақ қанандай не көп салатын едім. Острый перец, стручковый перец. Қазір балдар пайда болғалы салмайтын болдым. Қара бұрыштың өзін азғантай саламын. Балдар жемейді депші. Бір рет көп салып жіберіппін, сөйтіп әше деді, екеуді жемей қойды. Содан кейін аз салатын болдым. В общем, тамағым помидордан ба білмеймін, кішкене кислый болды. Оны исправить етуге болады. Қалай дейсіздер ғой? Қазір көрсетем. Сахар. Кішкене сахар салып жесеңіздер, сразу ona кислинка кетеді тамаққа ше. Көп керегі жоқ, кішкене. Солай. И тұзы да өткім болып кетсе, тұзы не кетсе, тоже сөйтсеңіздер болады. Міне достар, мына жақта волшебство болып жатыр. Дәмін деген керемет көрдім да. Қазір осыны болып пысқалды, қазір өшіремін да. Салатын турап қойдым. Жейміз, құдай қаласа. Міне тамағым. Тамақ тез істеп жейтін кезде күшті да бұл ше. В общем, дамы көрейік кішкене. Етімен бірге алып. Бісміллә. Әдемі, күшті дамы. Істеп көріңіздер, өкінбейсіздер. В общем, 15 минутта дайын болады ғой. Главное, макарон пісірсеңіздер. Макаронда ұзақ уақыт піспейді ғой. Ал астарыңыз дәмді болсын, бізге де дәмді болсын. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Осылай бізде бүгін тамақ. Пока-пока. Сонша керемет болғаны мынандай ғана қалды. Мынанша ғана қалды. Міне. Істеп жеңіздер. Тез-тезге. Бұрын біз күйеуім екеуміз жұмыстан келген кезде осылай істеп жейтінбіз тез-тез.